Ассалаумағалейкум, құрметті киносүйер қауым. Сіздермен бірге профильм бағдарламасы. Киноиндустрияның соңғы жаңалықтармен бөлісетін мен Олжас Әлжанов. Кино түсіру оңай шаруа емес, ал жақсы кино түсіру тек өз ісін шын сүйетіндердің қолынан келеді. Режиссерлердің қалай жұмыс істейтіні, сценаристің не жайлы жазатыны, актерлардың қандай рөлге шақырылғаны туралы біздің бағдарламамыздан біле аласыз. Бізбен бірге болыңыздар. Бүгінгі бағдарламада дуаланған қыз сиквелі туралы жаңалықтар. Кристен Стюарт Ақшақар мен аңшы сиквелінде ойнамайды. Крис Коламбус пен Стивен Спилберг 80-ші жылдардағы фильмнің ремейкін түсіреді. Француз қолбасшысы туралы әңгімелердің бәрі өтірік. Наполеон Бонапарт туралы мүлдем басқа оқиғаны Warner студиясы көрсетеді. Бұған Ақшақар мен аңшы фэнтезиін түсірген режиссер Руперт Сандерс көмектеседі. Наполеонның негізінде айқас және кісі өлтіру хикаяларын жасаған Джереми Доннердің сценарийі жатыр. Доннер уақытының көп бөлігін зерттеу жұмыстарына арнап, еңбектеніп жазған сценарийін студия қуана қабылдады. Наполеонның концепциясына сәйкес, француз императоры туралы мәліметтер шын мәнісінде жалған болып табылады. Соның ішінде оның бойының аласалығы да. Доннердің Наполеоны көбіне баскесерлер тобының басшысына ұқсайды. Сол себепті Голливудтық басылымдар Тыртық Пет жобасына кірісуді бастады. Естеріңізге сала кетейік, Ақшақар мен аңшы Руперт Сандерстің бірінші толық метражды жобасы болды. Бас рөліне Крис Хемсворт пен Кристен Стюарт түскен бұл фэнтези драмалар бүкіл әлем бойынша сатылымда $400 миллион жинады. Ақшақар мен аңшы сиквелінің актерлік және продюсерлік құрамы туралы толықтырулар белгілі болды. Лентаның режиссері Жасыл Миля Шоушенктен қашу сияқты кино жұмыстарымен көрермендерге танылған Фрэнк Дарабонт болмақ. Дарабонт Руперт Сандерстің орнын басады. Басты рөлдерді бұрынғысынша Крис Хемсворт пен Шарлиз Терон сомдайды. Ал Ақшақардың бейнесін кімнің сомдайтыны туралы бүгінгі таңда ешқандай мәлімет жоқ. Бірақ бұл рөлге Кристен Стюарттың келмесі анық. Продюсерлердің Стюартты түсірілімге қатыстырмауының басты себебі осыдан 2 жыл бұрынғы актрисамен орнаған жағдай болса керек. Естеріңізге сала кетейік, Кристеннің Амарт жұлдызы Роберт Паттинсонмен көңіл қосып жүріп, бір мезетте Ақшақар мен аңшының режиссері Руперт Сандерспен де бірге жүргені мәлім болған. Сол кезде картинаның құрастырушылары Стюарт пен келісім шарты бұзатыны туралы хабарлаған. Бірақ олардың айтуынша, мұның болған жағдайға еш қатысы жоқ. Эми Адамстың біздің әлемде пайда болған Диснейлік мультфильмінің ханшайымын экранда сомдағанда 7 жылдың 100-і болды. Дуаланған қыз әлемдік сатылымда $340 миллион жинаған. Бірақ продюсерлер бүгінгі таңға дейін сиквел түсіру ісімен асықпаған. Дисней студиясы Дуаланған қыз сиквелін 2010 жылы түсірмек болған. Алайда фильмге белсенді кірісу жұмыстары салқын жүректің табысынан кейін ғана басталды. Жобаның режиссерлік орнында Энн Флетчер, ал продюсерлік міндеттерді Барри Джозефсон мен Барри Зоненфельд атқарады. Естеріңізге сала кетейік, сюжет бойынша Диснейлік мультфильмдегі қарапайым сұлу бойжеткен Жизель тамаша ханзадаға ғашық болады. Ал ханзаданың анасы қыздың ұлына қосылғанын қаламай ренжиді. Ханшайым қара тылсымның көмегімен Жизельді бүкіл дүниедегі махаббат жоқ бірден бір орын заманауи Манхэттенге жібереді. Бұған қарамастан Нью-Йоркте де романтикаға орын табылады. Жизель жалғыз басты әкемен танысып, ол қызға заманауи өмірдің шынайы қиыншылықтарына төзуді үйретіп, көмек көрсетеді. Дуаланған қыз 1997 жылдан бері студияда өңделуде. Сол кезде Дисней Билл Келлидің сценарийін сатып алуға $500 миллион жуық қаражат жұмсаған. Бастапқыда жоба Диснейлік мультфильмдерге ұқсас дайындалған. Алайда бұл отбасылық киноға сәйкес келмейтін дөрекі формада жасалған болатын. Автордың айтуынша, сценарий бірнеше рет қайта жазылған. Режиссерлік орынға Роб Маршалл шақырылған. Бірақ ол Чикагоның қойышы продюсерлермен келіспеушілік туындаған соң жобадан шыққан. Осыдан кейін режиссерлік орынға Джон Тёртл тауып келді. Ал одан Адам Шенкманға ауысты. Жизельдің рөліне Кейт Хадсон, кейінірек Риз Уизерспун шақырылған. Бірақ жобаға ешқандай продюсер келген жоқ. 2005 жылғы мамырда жобаны Кевин Лима басқарды. Нәтижесінде ол картинаны түсіріп, Билл Келли студиясының талаптарын ескере отырып, сценарийді қайта жазуға шақырылды.
Бұрынғы кәсіпқой биші актриса Эми Адамс атақтылықтың дәмін алғаш рет 30 жасында сезінген. Сол уақыттан бері оның актерлік ойыны кинематограф әлемінде ең мәртебелі марапаттар және жақсы пікірлермен бағалануда. 2000 жылдар шамасында Эми Адамс кастинг сынамасынан сәтті өтіп, өте керемет бойжеткендер комедиясындағы алғашқы рөліне ие болады. Түсірілімнен кейін Лос-Анджелеске көшіп барады, бірақ мұндағы істері алға баспайды. Кейінірек дуаланғандар, 70 жылдардағы шоу, Баффи, қанішерлер жоюшысы, Батыс қанат хикаяларына түседі. Эми Адамстың бірінші маңызды рөлі Леонардо Ди Каприомен бірге ойнаған 2002 жылғы Стивен Спилбергтің «Мықты болсаң ұстап көр» фильміндегі ойыны. Маусым қоңызы атты аз қаржыланған тәуелсіз фильм сценарийін алған 30 жасар Эми кастингке қатысуды қарады. Эббидің рөлі Эми Адамсқа Санден фестивалінің қазылар жүлдесін және Оскар номинациясын сыйлайды. Актриса көпке таныла бастайды. Маусым қоңызының шыққанына дейін актриса ойнаған жалға берілетін күйеу жігіт романтикалық комедиясы сатылымға шықты. Осыдан кейін Эми Адамс кеңсе танымал ситкомына шақырту алды. Эмидің мансабындағы бірінші блокбастер Disney компаниясының «Дуаланғандар» ертегісі болды. Картина сатылымда $340 миллион жинап, актриса әлемге танылады. «Дуаланғандардың» жетістігінен соң Эми Чарли Уилсонның соғысы фильмінің актерлік құрамына қосылды. Кейінірек ол «Жалтырағанша тазарту» драмасындағы жалғыз басты әйелді сомдайды. 2008 жылдың соңында Эми Адамс алғаш рет Мэрил Стриппен бірге «Күмәндану» драмасында ойнайды. Бұл рөл жас актрисаға екінші Оскар номинациясына келеді. Бір жыл өткен соң Эми Адамс «Мұражайдағы түн» 2 комедиясына түседі. Осы жылы Эмидің тағы да Мэрил Стриппен ойнаған «Джули және Джулия» мелодрамасы сатылымға шығады. 2010 жылы Эми Адамс 3 күн ішінде күйеуге шығу романтикалық комедиясына түседі. «Жауынгер» драмасында ол бірінші рет жағымсыз кейіпкерді сомдап, 3-ші Оскар номинациясын алады. Бір жылдан соң Disney компаниясының «Маппеттер» жобасында басты рөлді сомдайды. Бұған қоса Адамс бразилиялық режиссер Вальтер Саллестің «Жолда» картинасының түсіріліміне, Спайк Джонстың «Уолл» фильміне түсіп, болаттан жасалған адамдағы Суперменнің құрбысын сомдап, режиссер Дэвид О. Расселдың американдық қалаяқтық картинасындағы ойыны үшін Оскарға ұсынылды. Актриса әрі сценарист Тина Фейдің өз кезегінде Disney студиясының «Жалмауыз» туралы картинасымен жұмыс істеп жатқаны белгілі болды. Шын мәнінде Тинаның «Фокус-покус» атты жалмауыздар туралы картина жұмысымен айналысатыны туралы мәлімденген. Алайда 1993 жылғы фильмнің жаңа жобасына қатысты емес. Басты рөлдерін Бет Мидлер, Сара Джессика Паркер мен Кэти Наджими сомдаған комедиялық фильмнің екінші бөлімі туралы алғашқы мәлімет 2 жыл бұрын шыққан. 1993 жылы Кенни Ортегидің картинасы сатылымда жақсы табыс әкеле алмаса да, видео және телеарналардағы қайталауларының арқасында культтік мәртебеге ие болды. Фейдің өкілдерінің айтуынша, Тина Disney студиясының 1993 жылғы комедияға еш қатысы жоқ мыстандар туралы басқа жобасына продюсерлік етеді. Жаңа фильмнің елестерге шабуыл лентасына ұқсас болатыны мәлім болды. Мыстандар туралы жаңа фильмге Disney студиясының қызығушылығы Малефисентаның сатылымдағы жетістігінен туған болар. Басты рөлдерін Анджелина Джоли сомдаған Роберт Стромбергтің фильмі әлемдік сатылымда қазірдің өзінде $600 миллион жинады. Крис Коламбус қазіргі таңда Warner Brothers студиясы жұмыс істеп жатқан «Гремлиндер» культтік фильмнің ремейкіне продюсерлік етеді. Жобаны қайта түсіру жұмысы басталған, алайда кешегі күнге дейін оған «Гремлиндердің» түпнұсқа фильміне сценарий жазған Коламбустың оралар-оралмасы белгісіз болды. Бұған қоса, қазір Стивен Спилбергтің де осы сүйікті отбасылық фильмнің жаңа нұсқасының дайындалуына қатысатыны туралы ақпарат белгілі болды. Естеріңізге сала кетейік, фильмдегі оқиға Рождество кезінде қызық дүниеге ие болған бала туралы. Оның абайсыздығынан қала кішкентай құбыжықтардың билеуіне тап болады. Бірнеше жыл бұрын Коламбустан осыған ұқсас ремейктің түсірілуі туралы мүмкіндігін сұрағанда, режиссер сұраққа шүбәланып жауап береді. Дегенмен, «Гремлиндер» туралы оқиғаны жақсы бағалап, оған ораларын мойындаған. Бұған қоса, ол былай деді: «Лентаны компьютерлік графиканың көмегімен қайта түсіру мүмкін емес, себебі былайша ол мәнсіз болады». Біздің бүгінге айтарымызда осымен тәмамдалды. Әлемдік киноның әрдайым жаңа оқиғалары және жаңалықтарға толы екенін және де ол туралы біздің келесі бағдарламамыздан көре алатындарыңызды ұмытпаңыздар. Бізді көріп, сапалы кино жайлы ақпаратқа қанығыңыз.